Биыл халық ақыны, әнші, композитор Кенен Әзірбаевтың туғанына 140 жыл. Осыған орай облысымызда қазақтың біртуар азаматын еске алып, оның өнерін дәріптеуге арналған іс-шаралар легі жалғасуда. Бүгін Байзақ ауданы Саркемер ауылындағы музыка мектебінде біртуар азаматқа арналған бюсті ашылды. Ары қарай ауданға барып қайтқан тілшіміз Гүлзат Сейдуллақызы баяндасын. Кенен Әзірбаев өз ғұмырында 100-ден аса ән шығарып, оның сөздерінде өзі жазған біртуар дарын иесі. Бүгінгі іс-шараға ақынның ұл-қыздары мен немерелері Астана қаласынан арнайы келіп, кешуге арналған бюстті салтанатты түрде ашты. Бұл сапарымыздың басын сонау Алматы облыстан бастадық. Содан бері қарай біз үш жерде кездесу өткіздік. Кеше ғана өзінің Кенен Әзірбаев Кенен ауылына барып, атамыздың үлкен музейінде халықпен кездесу жасадық. Барлық жерде атамыздың рухын көтеріп, әруағын асқақтатып жүрміз. Енді сол сапардың бір жолы осы міне сіздердің елге келіп отырмыз. Кенен Әзірбаев атындағы мектептің ұжымына, осының басшыларына көп рахмет, осындай әдемі ұйымдастырып. Кенен бюстінің қойылуы біздің аудан балалары үшін әсіресе өнерге жақын. Жалпы осы саз мектебінен дәріс алып жүрген балалар үшін үлкен үлгілі іс деп ойлаймыз. Өйткені осы Кенен атамыздың ескерткішін көр. Осындағы әрбір кластың өзі шын мәнінде өнерге ұмтылыс жасайды. Іс-шарада Кенен Әзірбаевтың ұрпақтары жиынға қатысушыларға ата өсиетін айтып естеліктермен бөлісті. Ал аудан атқамінерлері ұлы тұлғаның ұл-қыздарына шапан жауып сый-құрмет көрсетті. Балам, өнер жолына барарсың, бармассың, ол сенің өмірін көрсетеді. Бірақ мына менің әндерімді, мына өлеңдерімді жаттап ал, жазып ал, кейінгі жеткізуің керек осының бәрін сен. Басқа менде сенетін ешкім жоқ десе, соған мен ешқайда бармаймын, әкемнің қасынан шықпаймын. Күндіз-түнді сол кісінің қасында бүкіл әндерінде, бүкіл творчествосын өзінің аузынан естідім. Ол кісі арабша жазады екен. Мен бірінші классқа барғаннан кейін орыс әріпіменен ол кісі оқып отырады, мен жазып отырамын, соны газет журналдарға жіберемін. Кенен 10 жасында қолына домбыра алса, 11 жасында өзінің тұңғыш әні «Ри қойым», 13 жасында атақты Бозторғай әндерін шығарды. Сондықтан бүгінгі кеште композитордың шығармаларын облысқа белгілі әншілер орындап, келген қонаққа көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Гүлзат Сейдуллақызы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын ақпарат.